Бәріңізге сәлем. Бүгінгі видео сабағымда сіздерге платочная вязка, яғни орамалша тоқу әдісін көрсетемін. Бұл екі инемен тоқылатын узор. Екі жағында бірдей әдіспен тоқимыз, және екі жағы да бірдей болып шығады. Бұл ең жеңіл узорлардың бірі. Сонымен қатар бұл узорды сіз әрбір тоқылған дүниеге қоса аласыз. Мысалы, шұлық тоқысаңыз немесе кардиган тоқысаңыз, осы узорды пайдалана аласыз. Ең басты тоқып жатқан инеңіз өзіңіздің жібіңізге сай болу керек. Және бұл узордың да жандары осындай өрілген тәрізді әдемі болып көрінеді. Соңғы ілмекті біз әдеттегідей теріс жақпен тоқимыз. Сабақты бастамас бұрын каналыма тіркеліп қойыңыз және менімен бірге тоқуды үйреніңіз. Ең алдымен біз екі инеге ілмек іліп аламыз. Егер де сіз ілмек ілуді білмейтін болсаңыз, менің каналымда бөлек видео бар, жоғарыға сілтемесін қалдырамын. Сол сілтемені басып, ілмек ілуді үйреніп алсаңыз болады. Енді бұл жерде менде өзіме қажетті ілмек ілініп тұр. Және мен бірінші рядын тоқыдым. Яғни бірінші жолын оң жақпен тоқып шықтым. Ал екінші жақты да мен оң жақпен тоқимын. Басында айтқандағыдай, бұл узорда екі жақты да лицевой сторонамен, яғни оң жақпен тоқимыз. Бірінші ілмекті біз шешіп аламыз, оны біз тоқымаймыз, ал қалған ілмектің бәрін оң жақпен тоқып шығамыз. Егер сіз оң, сол тоқу әдісін білмейтін болсаңыз, менің каналымда арнайы видео бар, соны қарап үйренсеңіз болады. Ол жерде мен оң теріс тоқу әдісін нақтылап көрсеткен болатынмын. Сол жерден кіріп, қарап үйреніп алсаңыз болады. Осылай аяғына дейін ілмектің бәрін оңмен тоқимыз, ал соңғы ілмекті сол жақпен, яғни теріс жолмен тоқимыз. Тоқыманың екі жағынан да оң жолмен тоқып, ең соңғы ілмекті сол жолмен тоқимыз. Мұқият қараңыздар. Бірінші ілмекті міндетті түрде шешіп аламыз, ал қалған ілмектің бәрін лицевой сторонамен тоқып шығыңыздар. Екі жағында бірдей әдіспен тоқимыз. Өздеріңіз самостоятельно тоқып көріңіздер. Міне соңғы ілмек сол жақпен тоқылады, соны ұмытпаңыздар. Оң жақпен бәрін тоқып шығамыз. Әуелі бірінші ілмекті шешеміз, қалғанның бәрін бір әдіспен тоқып, ең соңғы ілмекті сол жақпен тоқимыз. Міне соңғы рядты тоқып жатырмын. Және әдеттегідей соңғы ілмек изнаночная сторона, яғни теріс жолмен тоқылады. Бұл сабағымда жаңадан бастап келе жатырған тоқымашыларға арналады. Міне осы әдіспен өздеріңізге қажетті ұзындықта тоқи бересіздер. Сонда сіздерде узор шығады. Осымен сабағым бітті. Видеомды қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Және описанияға инстаграмға сілтеме қалдырамын. Сол жерден басқа да жұмыстарымды көрсеңіздер болады. Сіздермен болған мен Фатиманың анасы. Келесі видеода көріскенше.